Шекенов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернатында 6-шы сынып оқушысымын. Менің аты жөнім Мирза Нұрай. Мен Шекенов атындағы жалпы орта білім беру мектеп-интернатында оқимын. 6-шы сыныптамын. Біз өнертапқыш сайысына қатысудамыз. Біз өнеркәсіп дизайн таңдадық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз ақылды мектеп сөмкесі. Бұл презентацияда оқушылар күнделікті өмірін жеңілдетіп және олардан денсаулығын қамқор жасайтын бірегей өнертабыс Өзі жүретін ақылды мектеп сөмкесін таныстырамыз. Балаларға үлкен күшті информация болады деп сенеміз. Ауыр сөмкелердің салдары. Мектеп оқушыларының күнделікті өміріндегі ең үлкен мәселелердің бірі ауыр мектеп сөмкелері. Бұл тек ыңғайсыздық тудырып қана қоймай, балалардың денсаулығына да кері әсер етеді. Бірінші себеп өте ауыр болады. Екінші себеп оқушылардың ағзасы ауырады. Үшінші себеп ұзақ жолдан тез шаршайды. Төртінші себеп омыртқаның қисаюына әкелуі мүмкін. Біздің ақылды мектеп сөмкесі дәл осы мәселелерді шешуге арналған. Ол балалардың арқасын түзететін салмақты азайтып, мектепке дейінгі жолда жеңілдетеді. Өзі домалап жүреді. Яғни сөмке еденмен өздігінен домалап оқушының артынан ереді. Оқушыны еріп отырады. Арнайы сенсорлары арқылы иесін танып, оның қозғалысын қайталайды. Қауіпсіздік және жеңілдік. Балалардың қауіпсіздігі ескеріліп жасалған жеңіл материалдардан құрастырылған. Қолмен де, арқамен де алып жүруге болады. Қажет болған жағдайда кәдімгі сөмкеде қолдануға болады. Қарапайым тілмен қалай жұмыс істейді? Бұл сөмке технологиялық пайдалануды біріктіре отырып, оқушыларға қолайлы жағдай жасайды. Кішкентай дөңгелектер. Сөмкенің төменгі жағындағы арнайы орнатылған кішкентай дөңгелектер бар. Олар сөмкенің оң қозғалуын қамтамасыз етеді. Қозғалыс датчигі. Сөмкенің артына ендірілген қозғалыс датчигі оқушының қозғалысын анықтайды. Оқушылармен бірге қозғалады. Оқушы алға жүрсе, олардың артынан жүре береді. Сондықтан оқушыларға көбінесе өздері тапсыру керек жоқ. Кедергі кездесіп тоқтайды. Сөмкенің алдыңғы жағындағы сенсорлар және артыңғы жағындағы сенсорлар алдында кедергі көрсе, бір мүмкіндікте тоқтайды. Дизайн. Робот пішіні мен жарқын түстер. Ақылды сөмке балаларды қызықтыратын және олардың креативтілігін арттыратын тартымды дизайнға ие болады. Роботқа ұқсас пішін заманауи және қызықты көрініс балалардың назарын аударады. Түрлі ашық түстер, көк, жасыл, сары сияқты ашық түстер сөмкені ерекше безендіреді. Жарық шамдар қараңғыда қауіпсіздікті арттыратын және сәндік функцияны атқаратын жарықтарды бір шамдар орнатылады. Жекелендіру мүмкіндігі. Әр оқушы өз қалауынша сөмкені безендіре алады. Неліктен бұл сайыста орын алады? Менің өнертабысым өзі жүретін ақылды мектеп сөмкесі. Бұл сөмке оқушының артынан еріп жүреді. Сондықтан ауыр сөмкені арқалап жүрудің қажеті жоқ. Ол қауіпсіз, кедергіде тоқтайды және балаларға өте қызық. Балаларға арналған инновация. Бұл өнертабыс тек функционалды ғана емес, сонымен қатар балалардың оқуға деген қызығушылықтарын арттырады. Өте ерекше, баламасы жоқ, жаңашыл идея. Балаларға қызық, ойын түріндегі технология балалардың назарын аударады. Ойлап табу бар, креативті және өзекті мәселені шешім. Мектеп өміріне байланысты, оқушылардың күнделікті қажеттілігіне арналған. Қорытынды болашақтың мектеп сөмкесі. Өзі жүретін ақылды мектеп сөмкесі. Бұл жай ғана өнертабыс емес, ол балалардың мектепке деген көзқарасын өзгеретін. Олардың денсаулығы мен көңіл-күйін жақсартатын инновациялық шешім. Бұл сөмке оқушылардың ауыртпалықтан арылтып, оқу процесін одан да қызықты етеді. Бұл сөмке қарапайым сөмкеден қарағанда ішіне неше түрлі және ауыр заттарды сыя береді. Қазір бұл сөмкені өзіме асыламын және сіздерге ұмытып